Мемлекет басшысының бастамасымен жүзеге асып жатқан Таза Қазақстан экологиялық акциясы өңір жастарын ортақ іске жұмылдыруда. Жамбыл облысында волонтерлік қозғалыс қарқын алып, мыңдаған ерікті қоршаған ортаны қорғау мен қоғамдық жұмыстарға белсене қатысып келеді. Бүгінде өңірде 10 мыңға жуық волонтер түрлі бағытта қызмет атқаруда. Әсіресе Таза Қазақстан акциясы аясында жастар өзен, көл, жағалауларын тазалап, ағаш отырғызу, көгалдандыру және бұлақ көздерін ашу жұмыстарына белсене араласуда. Облыс бойынша наурыз айынан басталған көктемгі абаттандыру жұмыстары аясында таза қала, таза кәсіп, таза аймақ, жасыл қала, болашақты бірге отырғызамыз, жер сағаты және тағы басқа акциялар өткізілуде. Волонтерлардан бөлек акцияға тұрғындар мен студенттер және жастар белсене қатысуда. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен жарияланған Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында да бізде эко-волонтерлар осы эко-волонтерлық бағыттағы жұмыстарымызды дәл қазіргі уақытта қарқынды жұмыс атқаруда, қарқынды болуда. Сондай-ақ бізге мектеп оқушылары да, студент жастар да өз еркімен бізде тіркелуіне өтініш білдіреді. Табиғатты қорғау жобасына белсенділік танытқан жамбылдық жастардың еңбегі жоғары бағалануда. Жуырда Таза Қазақстан акциясының ашылу салтанатында өңір жастарының атынан қатысқан еңбек жастарының үйлестірушісі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қолынан алғыс хат алды. Ринат Ағаділ бұл Жамбыл облысындағы барлық еріктілердің ортақ жетістігі дейді. Таза Қазақстан акциясының ашылу салтанатында осы Жамбыл облысы жастарының атынан президентіміздің қолынан керемет бір алғыс хат алып қайттым. Бұл енді жалғыз менің жетістігім деп білмеймін, жалғыз менің жетістігім деп ойламаймын. Бұл жалпы жамбылдық, жалпы жастардың жетістігі деп білем. Жаяудың шаңы шықпайды, жалғыздың үні шықпайды дейді ғой қазақта. Сондықтан да енді осы жастардың бір артымыздан ерген жастардың, өзімізде жаспыз, енді сол жастардың бір көмегі деп білеміз. Ұйымдастырушылардың айтуынша экологиялық бастамалар мұнымен шектелмейді. Алдағы уақытта көгалдандыру, тазалық акциялары мен табиғи аумақтарды қорғауға бағытталған жобалар жалғасып, жастар туған өлкенің көркеюіне өз үлестерін қоса бермек. Бекзат Әшірбай, Аңсар Тілепберген, Айдос Құстаубек, Қордай 24 Ньюс.